Ал ағайын, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Мал-жандарыңыз аман ба? Өткенде біз асау үйреткен болатынбыз. Біздегі бұл жырға екінші асау міне алдында үйретілген. Есімін, атын Ханторы деп қойдық, комментарияда Ханторы деп айтқасын. Көптеп лайк басқан екен. Бізге ұнағаны Ханторы болды. Ханторы деп қоятын болдық. Және де сосын тағы бір асау үйреттік. Ол дейтін көп толаған жоқ. Сосын қызық болмағасын видеосын салған жоқ. Міне, ал бұл жирен. Енді тай, жуас тайлар ғой. Осыған бір ат қойып жүріңіздер. Мынау жатса. Енді қазір біз тағы алты асау бар, соның біреуіне жайдақ отыратын боламыз. Көптеп жігіттер жазып отыр екен, жайдақ неге отырмайсыздар деп. Біз жайдақ отырамыз, бірақ жайдақ отырғаннан кейін түбі оған ер саламыз ғой. Сондықтан біз ермей отырып жүргенбіз. Ал енді жайдақ отыратын боламыз. Кәшіндегі үлкен құнанды таңдап жайдаққа отырамыз. Қараңыздар.
Ал ағайын, міне біз Асау отырып келдік. Балшыққа батып отырып келдік. Мына 10 жастағы мен 12 жастағы бала Жайдақ мініп тұр. Алдындағы сіздер ат қойған хан торы ортада. Ана жирен ат қоярсыздар, оған алдында отырды. Тулаған жоқ, Sharuashylyqqa, жуас өздері. Мынаны бүгін көргендей, міне бана атылып секіріп жатыр еді. Бір айналдырып келдік, міне жуасарып. Біздің жылқылар жалпы жуас. Біздің мақсатымыз енді жылқыны Жайдақ мініп тулап құлау емес. Біздің мақсатымыз жылқыны үйрету. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліңіздер, ұнап жатса. Қазақша контентті қолдайық, осылай жылқы мінген жігіттерді. Ал енді міне көрсетіп жүрейін, міне бана мініп келген жылқы. Ағай, міне ат қойыңыздар. Келесі видеода көріскенше 8 атты үйретеміз. Сол кезде бірақ сала видеоны. Жақсы ағайын.